бұл сарайға кірмегелі, сайран сап сахнасында жүрмегелі. Көп болды бибігүлдей бой жеткенмен, әзілдесіп ойнамай күлмегелі. Алматының жұртына амандастым, көріп жүрген жоқсыздар күнде мені. Қаланың күні менен құттықтайын демеңіздер, ол жайлы үндемеді. Ал енді маған рұқсат етсеңіздер, міндетіме көшейін мінбедегі. Алмасындай қыз екен Алматының, бұндай күнде тәттіні кім береді? Айтысқа алғаш қадам басқан екен, ішім сезіп келіп ет бірдеңені. Еркекпен бірінші рет жақындасқан, еркеме бұрылайын іргедегі. Ол рас, бұл айтыста көп қыз еді, бәрі қазір өзінше бет түзеді. Айтыста өз алдына аурухана демеңіздер, бұл ойым ретсіз еді. Өлеңде өз бетінше дерт секілді, кіріп алса көп азап шеккізеді. Мынадай жас сұлулар науқастанса, біздегі көп дәрігерлер епсіз еді. Сондықтан жүкеңдейтін жедел жәрдем бұлардың бәрін маған жеткізеді. Қолым жеңіл болған соң қорықпастан барлығын маған әкеп еккізеді. Сарадан бері қарай санай берсең, сандары шіркіндердің шексіз еді. Жыбырлап отыр басы бақайымның, бұйырса салар бүгін атойылың. Мені қандай дәрігер дейсіздер ғой, айтылатын келіп тұр сәт ойымның. Қысқасы сол қыздарды қабылдайтын, айтыстың приемный покойымына. Сұңқардай топты жарған қиятты ғой. Өлең деген дерт бекен, сіз дайдасыз, қашанда жырмен ақын қуатты ғой. Жас қыздарды жүкең маған жеткізет деп ағамның мына сөзі ұятты ғой. Сау адамды жібердіңіз науқас қылып, бибігүл қыз дені сау миятты ғой. Дәрігер бола қалып аяқ асты, осылайша айламалың құратты ғой. Приемный покой емес, мақсат ағам жындыхана секілді құлапты ғой. Жас қыздарды қабылдап есі шығып, ақылынан адасып мұяқты ғой. Судай жана қыз кебет қасыңызға, маңдайынан бұршақ тері жияқты ғой. Түріңізге қарасам маған емес, дәрігер сізге керек сияқты ғой. Бойынан тарқамаған оты күші, бір түрлі көрінеді ай осы кісі. Бір түнде 8 қызды алып қашқан иман жүсіп секілді отырысы. Мен байқасам осаған болып жүр ғой, айтысағы махаббаттың тотығысы. Қошқарлығы ұстайтын қызды көрсе, сезімнен байқалмайтын тосылысы. Аманбысыз қасыма кеп жайғасқан, доктор мен Дон Жуанның қосы.